Ассалаумағалейкум достар, бүгін осындай логотип жасаймыз, яғни осындай скетчін салып алдық. Бірақ бұл логотиптің авторы бар уже, Нұрлыбек Бухбин деген Крион студиясының арт директоры. Соның осылай жасаған логотипін, скетчін енді логотип қылып жасаймыз. Ол үшін мынау салған суретімізді кішкене прозрачный қыламыз. Бұны не үшін жасап жатырмыз? Өйткені қолымызды үйрету үшін, дизайнда вкусымызды дамыту үшін осылай жасаймыз. Дәл осы суретті, скетчті жүктеп алу үшін, құдай қаласа төменге сілтемеге қойып қоям. Сол жерден жүктеп алсаңыз болады. И осылай прозрачный төмендетеміз да, прозрачный, и блокқа қойып қоямыз, замокқа. И осы жерде енді логотип жасауға кірісеміз. Осыны көреміз. Енді өйстіп круг создавать етіп аламыз. Көріңіздер ғой. Енді бұның қалыңдығын үлкейтеміз. Примерно осыға қойып аламыз. Окей. Енді жерден бәрі алып линия создавать етіп аламыз. Бұл линияның қалыңдығын бірге қойып қоямыз. Даже одан төмен түсіп жасаймыз. Центрге қоямыз. Айналдырамыз. Центрге қоямыз. И ол екеуін осы бәрін белгілеп аламыз. И мына жерден осы инструмент таңдаймыз. Инструмент создания фигур деген. И осын басып шығамыз. Осылай қойып алдық. Енді мыналарды өшіріп тастаймыз. Бізге керек емес. И осыны разобрать ету керек. Разобрать етеміз. Окей дейміз. И осылай әдемілеп қойып шығамыз. Shift алып тастап тұрамыз. И осылай қоя береміз. Окей. Көріңіздер ғой. И осы жерге текстті жазамыз. Бұл жерде Inform Media деп жазамыз. Кішкентай әріппен жазылған екен. Inform Media. Бұның, походу, Gilroy деген шрифт. Вырезать етіп аламыз. И астына ставить етеміз. Шрифтін сәл. Жарайды, осылай тұра берсін. Енді мына шрифттарда преобразовать в кривые дейміз. Болады. Енді осылай жасап беруге болады. Енді мына логотиптің түсін жерден аламыз да, и осылай жасап аламыз. Шрифттардың түстерін аққа қоямыз. И артқы фонын көк қыламыз. Пипеткін аламыз да, көк түсті аламыз. И мына жерден нені өшіріп тастаймыз. Жаңағы скетч суретімізді. И мына монтаж арқылы на задний план қойып аламыз. Мінекей, достар, біздің жасаған логотипіміз дайын болды. Бұл логотип негізі бар. Просто біз вкусымызды, қолымызды дамыту үшін осылай жасадық. Жарайды, жақсы достар, осылай практиковать етіп көріңіздер, қолдарыңызды дамытыңыздар, үйреніңіздер. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.